менен амата басагымдан мугалим Құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар және қонақтар, сіздер бастаушым Балбұлағым атты бастаушымен қоштасу тойына келіп отырсыздар. Қадамдарыңыз құтты болсын. Балаларыңыз осыдан 4 жыл бұрын мектеп табалдырығын жүрексіне аттаған кішкентай ғана бүлдіршін болса, міне көріп отырсыздар, тарыдай болып, таудай болып біздің бастаушымен қоштасқан болды. Талаптарынан нұр жаусын, қадамдарына гүл бітсін. Қош келдіңіздер. Енді сөз кезегін Абылайханға берсек. Армысыздар, ұстаздар мен оқушылар. Бүгінгі ата-аналар мен ақжаулықты апалар бүгінгі балалығын бастаушы ертеңгілігіне қош келіпсіздер. Әр жанұяға бірлік, береке, бірлік, табыс тілей отырмыз. Әр жанұяға бірлік, табыс тілей отырып кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Сөз кезегін Айаруға береміз. Бүгін біз сауатымызды ашып, білім негізін қалаған бастауыш мектебімізбен алғаш қолымызға қалам ұстатып, оңымыз бен солымызды танытқан ұстаздарымызбен қоштасқалы отырмыз. Сөз кезегін Ақботаға береміз. Тарыдай болып кіріп, ақыл ойлары тозып, оң мен солын танып, жақсы мен жаманды айыра білуді үйренген балаларымыздың ұйымдастыруымен өткізгелі отырған балалығын бастаушым атты кешімізді тамашалаңыздар. Сөз кезегін Ғалымға береміз. Армысың сен, алтын ұя мектебін саған айта жыр алысың көп мені. Жүректегі жатқан білім шырағын, мақтан етем сені мәңгі мектебім. Мектебім білім берер алтын ұя, ер жетіп сенде сезім артты санам. Баулыған 4 жыл бойы ата-анамдай, әрқашан қасиетті атың маған. Енді біз хорға кезек берейік. Мектебім, аяулы мектебім. Mektebi
Енді сөз кезегін Қадырге береміз. Мектеп сенсің адалдықты үйреткен, мектеп сенсің жамандықтан жиреткен, мектеп сенсің жақсылықты ырамылап, мектеп сенсің мені жұртқа сыйлеткен. Енді біздің сыныбымыздың күміс көбей бал таңдайды әншісі Мұратбай Аянға кезекті берейік. Әлін жолдасын ардақты аяулы ұстазым. Бағдәулетке берейік. Асқар балаңға құшақ жайып мектебім, сен қуана сол бір сәтті мәңгі ұмыта алам ба? Сенен артық дүниені таба алам ба? Мектебім мәңгі бапкерім, қарсы саған бәріміз, өзіңе деген парызды ақтаймыз талай әлі біз. Енді вальс ортаға сіздер орныңыздан жайғасыңыз. Вальс ағылшынша.
garçon, il s'aima souvent, il n'est pas fou, il aime ses tours, il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main, non, non plus rien ne le tient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui, je veux rester, mais comme j'ai plus aimé, j'ai été trop bête. Je t'en prie, arrête, arrête, je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Une bougie peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi et il y a moi. Енді сөз кезегін Нұрдәулетке берейік. Өтті оқу сансабақ, бүгін үлкен салтанат, оқу күн достасып, бастауыш пен қоштаспақ. Қош болықты бастауыш, алғыстарым көп менің, ақыл білім тәрбием ой санаға еккенің. Сөз кезегін Аяулымға береміз. Армысың сен алтын ұян мектебім, саған айтар жыр алғысым көп менің. Жүректерге жаққан білім шырағы, мектеп мен аналар болады. Сөз кезегін Ақнұрға береміз. Ұстаз еңбегі ұлы еңбек, сондықтан да ұлы ақын Абайдың ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп айтуында терең ой жатыр. Келесі сөз кезегін Сумаяға береміз. Әлі есімде мектепке келгеніміз, сыныпқа енгеніміз, жасқан шақта таңырқап тұрған шақта, өзім болдым ұстазым сенгеніміз. Ұқсаттың ба сіз бізді балаңызға, ұқсатты бек біз сізді анамызға. Жақындаттың біртіндеп бауыр бастық, жүргеніңді ұнатып арамызда. Сөз кезегін Қайыржанға берейік. Есімде алғаш ұстаздың қарсы алғаны, айқара есік ашты салғаны, бір береке домын болып осы маңда жетелеп бір сыныпқа апарғаны. Енді міне сағынбай бұл өте шықты, 4 жыл уақыт аз ба екен кім біліпті. Ұқтыланы жасады мына біздер, ел таңғалар азамат бір-бір мықты. Енді сөз кезегін Елнұрға береміз. Елнұрдың әдемі өнерін тамашалайық. Әлемдегі ең қымбат жанның бірі ұстаз, өйткені оның көкірек көзін ашып, дүниетанымын кеңейтіп, қиялға қанат қақтырады.
Келесі сөз кезегін Бекалыға берейік. Мектеп үлкен бақташам, ұстаз шырақ ұстаушы, екеуі де аңғарсам, бақыт жолын ұстаушы. Енді уақыттарда мектеп аясын билеуге оқушыларымызды шақырамыз. Орныңызға отырыңыздар. Түлектер жайнайды болып бүн, әдемі бәрі қандай. Соғып тұр, жүректер қоңыраудай. Мектебім алғашқы ұстазым, астық қой бәрі. Шалалығым, балалығым, артада қалалығым. Төгіліп, шалқайды ән шарықтайды. Әуені тамыз, әдемі вальс, құстай қалықтайды. Әуені тамыз, әдемі вальс, құстай қалықтайды. Арманмен қиялға ереміз, өмірдің сабы күшті. Сөмкемес мектепке келеміз, арқалап сағынышты. Сағындым мектепті, сағындым, ақ бантик таққан қызды. Сол күнде ол білмеді сезімімді ізге. Төгіліп, шалқайды ән шарықтайды. Әуені тамыз, әдемі вальс, құстай қалықтайды. Әуені тамыз, әдемі вальс, құстай қалықтайды. Шалқайды ән шарықтайды. Әуені тамыз, әдемі вальс, құстай қалықтайды. Әуені тамыз, әдемі вальс, құстай қалықтайды. Көркемдік өсіріп, жалғыздықтың жанасында бүреккен. Жадыраған жазда жылы жаны бар, жақсылықтың жасауға жаны құмар. Қадірлі ұстаз білмен бірге жолдаған шәкірттің жүрек сөзін қабыл ал. Кезекті қорға берейік. Шаршама ұстаз, шаршама деп аталады. Şaşama o
Жансезім Жолдасбай, Жансезім Астана төрінен Гран-при жүлдесін жеңіп алып келген, тұғырға көтерген бие Антижанский полкты тамашалайды. Енді сөз кезегін Айданаға береміз. Біздің жамандығымызды жастырып, жақсылығымызды асырып жүрген біздің ата-анамыз. Қатарымыздың теңі болып, тамағымыз тоқ, көрегіміз көп болып жүру де сол кісілердің арқасы. Сөз кезегін Сезімге берейік. Олай болса, аяулы қымбатты ата-аналарымызға алғысымызды айта отырып басымызды иеміз. Сөз кезегін Аяруға берейік. Ана жан, ана болсаң ұғарсың, алдымдағы ол бір биік қызбеншің, балаң үшін кеуде керіп қуанып, балаң үшін биіктен де құларсың. Сөз кезегін Шыңғысханға береміз. Ата-ана сүйеміз, сөзін ойға түйеміз, әжелерді ардақтап, әдеппен бас иеміз. Сөз кезегін Кәусарқайға береміз. Біздің ең жас кіші оқушымыз, сыныбымыздағы кішкентай бүлдіршініміз деп еркелетеміз. Неге алып келген, ол да сенсің анашым, ақсыт беріп өсірген, ол да сенің анашың. Тіл алмасаң кешірген, ол да сенің анашың. Әпелеген анасын, аман болсын анашың.
Сабинаға берейік. Ыстық кімге де әке деген, суыққа шалындырмай мәпелеген, өмірдің соқпағымен өрге тартып, алдымен адам бол деп жетелеген. Енді біз балаларымызға арнап өзіміздің жүрек жарына әнімізді айтайық, иә? Алдында не деуші? Аман болсын аяулы анамыз, асқар таудай әкеміз. Енді тамашаның қалқуында барлығымыз бірге ата-аналарымызға әнімізді жолдайық. Алмат, өзіңе. Жанашырым мана, дарашырым мана, барасылым мана, шуағымысың, бағданымысың әке, зорлағымысың әке, қорғанымысың әке, шырағымысың.
медалдар көп. Енді сөз кезегін әйелге берейік. Осыдан 4 жыл бұрын біз 6 жастағы сәбилер сөмкемізді зорға көтеріп мектеп табалдырығынан жасқана аттаған едік. Енді міне сауатымызды ашып, білім негізінен қалаған бастауыш мектеппен қоштасып, орта буын қатарына қосылғалы тұрмыз. Сөз кезегін Алматқа берейік. Сағымда өте шыққан 4 жыл ішінде біздерді ұстаз ата-аналарымыз тәрбиелеу өнегелі инноватты азамат етіп шығарды. Ендеше бастауыш сыныбымыз туралы не айтпасқа? Сөз кезегін жан сезімге берейік. Танымызды жадыратып, сенгіліміз бастауыш, алғаш күнде өз сыныбымыз дұрыс шыққан бастауыш, білім берген барлық қазақ өркен өскен бастауыш, адамзаттың арманы мен ертеңі сен бастауыш. Сөз кезегін жан сезімге береміз. Қиялмадық, бастауышты қимадық. Неге біздер бастауышқа сыймадық? Партасына сыймайтын болып қалған соң, сыныпта да біріншіге сыйладық. Енді сөз кезегін айтысқа берейік. Келіңіздер. Адамның, химияның және электрдің айтысы. Жай отынан жаралған, ғажайып таралған, көзі ашылғанша кең әлемге таралған. Қызмет етім адамға, қол қанатын маманға, елізгеттім, ниеттімін, іс сындыра табанға. Мейлі мақтап татаңыз, менсіз оқзауын шақтаңыз, орнынан жылжымас, менсіз пойыз аптауыңыз, ғарышқа ұшқан ана бір, жол серпін корабль. Күні жоқ менсіз оның да, нана бассыз қара бір. Әлемге қуат әр берген, жылулық жарық нәр берген. Жарар күнде керекке, менде келдім көмекке. Өзгерт алам, өзгерем, емеспін де жүрекке. Менде керек бұйыммын, жасай білсең үйіңмін, іше білсең тамақпын, кие білсең киіммін. Ұштар әкелді аспанға, қанат беріп жасшыға, менде қарап жатқан жоқ, тиісті үлес қосқанда. Ол қуатты электр, сенсің қанат серігім, қолғанатын серіген химияда керек бір. Бірін елген нүртөгіп, өнесін жұртты жарыққа, екіншісі нүртөніп, ырыспайлы халыққа, менде білім, сенде күш, химияда айлас, қостас үшеміз, ұшамыз әлі айғалыз. Енді сөз кезегін сезімге берейік. Бүгін міне жасы күн жарқыраған, көңілдер қуаныштан сарқыраған. Қоштасатын кез келді бастауышпен, көңілдер қиындау болып тұрау бүгін маған. Кеше ғана келген еді алдыма, ымиып, ұлы ұяға көрсетіп жатыр. Енді қазір біздің де кішкене өзінің шығармашылық жұмысынан үзіндісін тамашалаңыздар. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on a OC and show up and then they shut down. When my homies pull up on the club, and then they shut I've been fucking on some poppin' pills, man, I feel like a rock star. I've been fucking on some poppin' pills, man, I feel like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up and then they shut down. And my homies pull up on your book and make that beat up like a knockdown. Now we get big and black and still the same, recipe still on star.
She acting out of pocket, try to grab her from my pants. I'm the bitches in my trailer, say she ain't got a man. I'm thinking about a man. Енді міне құрметті оқушылар, құрметті ата-аналар, нағыз қоштасу деген сөзді өзім жақсы көрмеймін, ұнатпаймын, өмірде оны да қолданбаймын. Бірақ енді сіздердің 5-ші сыныпқа, жоғарғы буынға өткелі тұрған қадамдарыңыз деп айтайық, қадамдарыңызға гүл бітсін. Біздің қоштасу гимнін шырқайық. Apaylarının aynalasına durumlar ya canım.
ата-аналар, құрметті ұстаздар, құрметті де қымбатты да жұлдыз апайымыз, міне ұшырып жатқан тарыдай болып кірген, таудай болып шыққан балдарының ұшқан ұяларындай биіктен болсын. Сізге мың алғыс, рахмет. Мына Ыбырай Алтынсарин атындағы мектебімізге де мың алғыс. Құдайымыз ендігі жағында балдарымыз биіктен көрінсін, өздерінің ойлаған оқуларына түссін. Мына ата-аналарымыз, оқушыларымыз бәрі ауызбіршілікті, мейірім шапатты болып, кімнің оқытқан балдары десе, міне Жұлдыз апайдың оқытқан балдары деп мақтаулы балдар болғай. Өздерінің ойлаған оқуларына түсіп, жақсы бір биік шыңдардан көрінбей. Мың алғыс Жұлдыз апай сізге. Ыбырай Алтынсарин мектебімізге мың алғыс айтамыз. Енді Фарида апайымыздан ата-аналардың несіне бір ән сұрасақ, құрметті. Соғамыздар бірге. Dileydi balaşım, özümdeyim ol karızım, ödey almay parızım, мәңгі бақи алдымда қарыз бар ғой балашым. Сол қарыздарыңды өтей біліңдер, аман болыңдар, мамалардың қабағына кірбің түсірмеңдер, ұстаздарың да өте үлкен ана, осындай тәрбиені естендерге мың алғыс балалар бірге. Айдинама бар аналарға арнаймын, аман болыңыздар, қошта болыңыздар, еш құтты болсын. Фарида апай, үлкен рахмет. Енді сіздерді, құрметті ата-аналар, соңғы жүрек жарды бүгінгі күннің несін айтайын деп отырмын. Енді адам баласы бір кемелдеген уақытындағы бір кемелді дүниесінің ерекше бір құндылығы болады екен. Кемел адам дейді, енді жасымыз 50-ден асып бара жатыр. Қалай десем болады, сондай бір ерекше кемелдені толысқан, барлық дүниенің бүге-шүгесін барлығын болмаса да танып білген уақыттағы оқытқан оқушыларының
әрбір сәттері, әрбір уақыттары ерекше екен. Сондықтан кемелденген уақыттағы менің кемелденетін оқушыларым сіздерге сәт сапар. Бұл енді қимастықпен көз жасы. Дегенменен де сіздерді жарқыраған күн, алдымызда жақсы белескен құрметті апайлар мен ағайлар күтіп тұр. Сондықтан құрметті оқушылар, ұлдарым, қыздарым, тек қана сіздерге сәт сапарменен ақ тілегімді тілеп қаламын. Құрметті ата-аналар, сіздерге мың алғыс. 4 жыл бойы қолдап, біздің сыныптың ешқандай бір жаман аты шыққан жоқ. Ауызбіршілікпенен алдыға қарай кемемізді өрге жүзгіздіңіздер. Әрине, 11 жыл бойы бірге боламыз, одан кейін де бірге боламыз. Тек қана жақсылыққа, амандыққа жүздесуді Алла нәсіп етсін. Енді осы орайда барлықтарыңызға басымды иіп, алғысымды айтқым келеді. Рахмет сіздерге.